Мен Нағима Мабленова 2021 жылы 23 февраль күні 21 март күні туған күніме заказ бермекші болып шашличный райға кафеге кірдім. Қазақша сөйлеп заказ берейін деп жатсам, бізге орысша сөйле, біз қазақша түсінбейміз, білмейміз деп сол жерде мені есікті ашып кәдімгідей ит сияқты итеріп шығарып тастады. Сол мен қайта қатты намыстанып қайтып барып өзімнің айтқанымды енді бәрібір де мен Қазақстанның азаматымын, маған қазақша жауап беріңіздер, мен орысша білмеймін деп айтқан едім. Әлжен өзінің көмекшілерін шақырып, бір дәу орыс жігіттерді шақырып, олар ұйғыр жігіттерін, татар келіншек бәрі кеп жабылып, менің қолымдағы соткамды тартып алып, күш көрсетіп, 174 статья Розин национальный дей ма бір статьяны айтып, мені сол жерден тырп еткізбей шығармай, қазір милицияға береміз, сені соттатамыз, бізге қарсы шықты деп милицияны шақырды. Сонымен сол кезде Қуат Ахметов барып кеп қалды, ойламаған жерден. Мен бұл кісіні танымаймын. Сол кезде маған болысып, өзінің юристік ақыл кеңесін беріп, оларға қарсы заявление жазып, оларды сол күні мені аман-есен милициядан шығарып алды. Олар мені сол жерде тура сол жерге апарып отырғызып, статьяларды айтып, штраф салдырамыз, межнациональный розин деді ғой. Сонымен менің құқымды ақтап шықты. Рахмет Қуат Ахметовке, осы уақытқа дейін тілеуін тілеймін, қай жерде жүрсе аман есен болсын.